Мінекей қабырғаны солаймен ішекке салып, сосын мынау шұжық, мынау қазылар айналдырып болдық. Мынау бір жақ қабырғасы, енді екінші жақ қабырғасы бар. Мынау қарындар тұздалған. Осылай сарайға, салқын жерге тұзын сіңдіруге іліп қойдық. Енді кеше тұздап еттерінің бәрін. Енді шек қарынға көшіп жатырмыз. Шек қарынды жақсылап тұрып жуып мұздай суға. Енді осылай тұзға орап жатырмын. Осылай тұз салып, 1-2 сағатқа қойсаңыздар, сосын жуып, мына тұзбен бірге мына қарынның жаңағыдай несі түктері жақсы тазаланады. Қазының шектерін мұқият жуып, бабына келтіріп жатырмыз. Әр дәм еңбекпен, әр ас ниетпен демекші. Мына шектерді қайта-қайта айналдырып, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мұздай сумен, тұзды сумен жуып алып жатырмын. Қазір енді қаз айналдырамыз бұйырса. Міне мынау жаңағы қаз айналдыратын шектің ішкі жағы. Осы ішкі жағында дұрыстап жуып алып, сосын қайтадан айналдырамыз сыртына. Мінекей қазы айналдыратын шектеріміз дайын болды. Енді мама жаңағы қабырғадан қазыларды сылып дайындап алып жатыр. Міне кесіп, осылай қабырғалай саламыз кейбір қазыларды. Негізі менің YouTube каналымда бар қазы айналдырудың бастан аяғына дейін қабырғадан қалай етті сылып алатыны, тұзын, бұрышын, чесногын, барлығын қалай кесу керек, сол жақсы анық көрсетілген. Негізі ішек жіңішке болса, оған осы жылқының бауырын кесіп, содан өткізіп алған жақсы. Шамалы үлкейет, созылады ішек. Мынау қуырдақ өкпе. Өкпені майға қуырып атып бірінші. Мына жерде қарта. Мынау да қуырдақ. Мынау жаңа енемнің турап қойған маманың шұжығы дайындап. Міне, соны мынадан өткізем қазір. Не өсіп салып. Әже бердің ма? Мен әкелдім осыған. Мен әкелдім осыған. Мінекей қабырғаны солаймен ішекке салып, сосын мынау шұжық, мынау қазылар айналдырып болдық. Мынау бір жақ қабырғасы, енді екінші жақ қабырғасы бар. Мынау қарындар тұздалған. Осылай сарайға, салқын жерге тұзын сіңдіруге іліп қойдық.